қоршап алған. Соны кім Тоқан айтты, болды мен жіберем да, Алла берсе қатырамын деді. Ал не уже қайтадан қыс келді, қатқан ештеңкесі жоқ. Сол қоршау сол күйінде тұр. Мысалы ауылда тұрғаннан кейін бірде келіп малды ит шеткісін жағасына жаюға болады шығар бізге. Ол шеткісін жаюға мүмкіндігі жоқ. Бәрін қоршап алған. Ол кісі 2 гектар алады, 10 гектар қоршайды. Бадай дейтін жолға тұрып бас керек. Батырбек, кені ол сенің жұмысын, сенің жаңа талғаттың ба? Жақсы. Саған өткен жылы, жиналысқа өткен жылы Ақжаспен кім қатынасты істеді? Мен басқа әкімдерде көп айтқан жоқ, мен Атамекенге замечание айттым. Дұрыс ақпарат бермек үшін халықпен дұрыс жұмыс емес. Сенің жиналысында мен ақпарат айттым. Енді шыққаннан кейін кімге айттым мен? Қайсар саған айттым ба? Еще айттым емес, Батырбек айтатын сөздің жарысын айттым деді. Просто әйелін көрдім жиналыста дедім. Саған айттым ба дедім? Әйел отырғаннан кейін мен саған артық әңгіме айтқан жоқ дедім. Айтатын әңгіме жерде көп еді. Басқа жақта фактың бәрі ертерек бітіп жатыр. Сенің фактың әлі бітпеді. Мен саған 3 ай бұрын, даже 4 ай бұрын айтып,